Ассалаумағалейкум, армысыздар, менің дәулетті оқырмандарым және де менің дәулетті шәкірттерім. Қайырлы таң, шәкірттер, қалдарыңыз қалай? Қалдарыңыз қалай? Ооо, деп айналыңдар. Қарап қыздар, мен кеше күндіз таңертең сағат 8-ден кешке сағат 5-ге дейін сабақ өттім, сіздерге. Көріп отырсыздар, сөз сөйлеп, ісіммен де, әрекетіммен де жұмыс жасадым. Содан кешке жақын және де құрбымның көңілін қалдырмай, тойға да барып үлгердім, тойдан сағат біз келген кезде сағат 2 болды. Одан тойда деген қуанып би-билегеннен кейін ұйқымыз ашылып кетіп, сағат 3-ке де ұйықтай алмай, 3-тен кейін ұйықтады. 3-те ұйықтап, мінекей таңертең және түрегеліп, сіздердің алтыларыңызда сабақ өтіп отырмын. Енді ұйқы қанбаған кезде адамның көзі қызарып тұрады, ол қалыпты жағдай. Көзім қызарып тұрса да, мен айтқан уәдем бойынша сіздерге сабақ өткім келеді, өйткені жүрегім сіздер деп соғады. Сонау алыстан алып терлетіп, мен деп мені сүйіп, мені жақсы көріп, сонда екі көздеріңізді, жүректеріңізді алып ұшып келіп отырған құрметтеріңізге мен құрмет ете алмасам, онда адамгершілігімнің жоқтығы болады. Сосын бұл өмірде адамның бойында адамгершілік деген нәрсе қасиет болу керек, ол сол қасиетімізбен кетеміз бұл өмірден. Қалған заттың бәрі, дүниенің бәрі қалады, бәрі нәрсе қалады. Жалғыз ниетіңменен кетесің, ниетіңмен қалпыңа істеген адал еңбегіңмен кетесің. Кешеге үйреткен массажым арқа массажы. Енді арқа массажы өтті жоғарғы деңгейде үйреттім. Және де бірін қалдырмай айтып бердім. Қыл аяғы клиентке қалай сөйлейсің, қалай тұрғызасың. Массаж жасап тұрғызғаннан кейінге дейін сол клиенттің өз қалпына қайтадан келуге дейін ерінбей, жалықпай, осы сіздерді үйреніп ас екен. Менен шыққаннан кейін және де бір массаж курсын іздеп басын тауға ұрып, тасқа ұрып жүрмей ақ қойса екен деген ниетіммен Алла разылығы үшін үйреттім. Өйткені Алла тағала көріп тұр, бәрібір Алланың бар екенін мойындайсың. Сен қазір 12 мүшең сақ, ешкімге тәуелді емес, керемет құсап өмір сүріп тұрсың ғой, ертең ауыратын болсаң, Алла тағалам бір сынағын жіберген кезде бәрібір Алланы еске аласың. Ол кезде кеш қалады. Сол үшін осындай 12 мүшеміз сау болып тұрған кезде, Алла тағалам сынағын бермей тұрған кезде күнде шүкірлік айтамыз. Сол үшін қажет меттеп отырғанымыз үшін шүкірлік, рахмет айтып, бүгінгі сабағымызды Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Алланың атыменен, Алла зейінімді аша көр менің. Зейінімді аша көр деп тілейміз. Зейініміз, өйткені неге? Мен сөйлеп жатқан кезде сіздер ойларыңызды қайтесіз. Ой деген қазақшасынан, ислам дінімен айтқан кезде ой деген сайтан. Оның атын атауға болмайды дейді. Сәке деп қоямыз. Біз өнер үйренген кезде сәке қайтеді екен, жүгіріп келіп қайтеді. Үйренейін деп тұрған нәрсеңізге кедергілік жасайды ғой. Біресе ойына тамақты салады. Біресе бұрынғы 70 жылдың алдында ұрысқан бірдемеңді салады. Әйтеу сап етіп келе қалады. Қайдан келген өзің де білмей қаласың. Сол үшін сәкені өздеріңіз басқарып отырасыздар, қыздар, пожалуйста. Өйткені әр адам өзінің ойын өзі ғана басқара алады. Өзгемен емес, өздеріңмен алыс көріңдірші. Қиынның қиыны сол. Ең батыр болсаң, өзіңді жеңіп көр. Өзгеде нең бар? Баласын қарамай ма, байдан шыға ма, байға тие ма, ол өзінің шаруасы. Ол Алланың алдына барғанда өзі жауап береді. Сен ол үшін қайғырмай-ақ қой. Біреу үшін қайғырмаңдар, қыздар. Осы сөзді жақсылап ұғып алыңдар. Ешкім үшін қайғырмай-ақ қойыңдар. Біреу сенің қайғырып тұрғаныңа мұқтаж емес. Өзіміз үшін қайғырамыз. Сол үшін мына массажды өздеріңіз үшін үйреніп алыңыздар. Өздеріңіз үшін уақыттарыңызды барынша тырысып үйреніп алыңыздар. Таңертең мен мына кісіге ерекше риза болып тұрмын. Кім еді аты-жөніңіз? Келіп, ана жерде күршеткіні қойып, кәдімгідей бір адамға массаж жасап жатыр екен. Риза болып қалдым. Қарасаң, бұл кісі кім үшін үйреніп жатыр? Өзі үшін үйреніп жатыр. Болды, мен кеше арқаның массажын ең жоғарғы деңгейде қайттым, үйретіп бердім. Видеоға түсіріп алдыңдар ма? Бәріңе барды ма? Бармаған қыздар флешкі сатып алып, уағында көшіріп алыңдар. Оғанда да маған келмеді деп ренжімеңдер, көшіп алыңдар. Өзі үшін жұмыс жасап жатыр. Қандай жас келді, жасапты, қайталап жатыр. Сол үшін Алла амандығын саса, ертеңде, түстен кейінде, түсте де өздеріңіз үшін жасай беріңіздер массажды. Маған қарамаңыздар. Мен мүмкін кіретін шығармын, шығатын шығармын, чайын ішетін шығармын. Мен үйретіп болғаннан кейін маған қарамаңыздар, өздеріңіз қайталай бересіздер. Енді қараңыздар, мен сіздерді құттықтағым келіп отыр. Мен сіздерді бар ғой кереметтіктеріңізбен, кереметсіңдер қыздар.
Мені таң қалдырдыңыздар. Күні осы күнге дейін Қажетметтен қанша оқушылар оқып шықты менен. Сан мыңдаған оқушылар кетті. Барлығың мықтысыңдар. Мен бір нашар қызды көрген жоқпын. Бір қолы нашар, бір массажды үйрене алмай кеткен қызды көрген жоқпын осы күнге дейін. Бәрін үйреніп алып кеттіңдер. Бәрің мықтысыңдар. Қолдарың деген дәу, қиын әдемі қолдарыңда. Энергия да бар, бәрі бар, керемет. Ешкім үйрене алмай кеткен жоқ. Әй шіркін-ай, әттеген-ай дейтін бір нәрсеміз бар. Әттеген-ай дейтін бір ғана нәрсеміз бар. Тәкаппарлығымыз бар. Одан кейін мына мұрнымыз бар, бүйтіп чүйріп бүйтіп қалғанымыз бар. Сонымыз ғана бар. Шіркін-ай, соны сындырып жіберсеңдер болды. Қалғанның бәрі керемет. Мен жоқ. Мен кеше сіздердің массаж жасағандарыңызға қарап бар ғой. Мен сіздерді массаж жасап екенде қалдым ғой. Айтайын десем үлгермей қалдым. Сондай дәрежеде жасап жатсыңдар. Бірақ адам өзінің қасиетінде, өзінің жаман қасиетінде жақсысында адам өзін өзі сезіне алмайды. Жаман қасиетіңді білгің келсе бар ғой, шыдап тұрып бар ғой. Оны көтеру қиын. Айгүл, пожалуйста. Досың ба, құрбың ба? Айгүлге айтшы. Айгүл. Өзің дайындалып ал, Айгүлдің жанында бар да. Дайындалып ал. Тістеніп отырасың ба? Жамбасыңды чымчып отырасың ба? Дайындалып отыр. Айгүл, пожалуйста. Менің жаман қылықтарымды менің бетіме айтып берші де. Айтып берші де. Айгүл саған айтып, Айгүлге айт. Мақтама, шын жаман қылығымды айтып бер, мен өзгеріп алайын де. Или болмаса айнаға қарап өзіңді де біле аласың, айнаға қарасың. Мен де өзімнің жаман қылығымды бар ғой, өте жақсы білем. Бірақ мен жаман қылығым, мына жаман әрекетімді мен өзіме пайда келетін жерге қолданамын. Мінезім бар ғой, менде мінез бар ғой. Ай деген айғайлаған арыстандай мінез бар менде, арыстанның мінезі бар менде. Өйткені бұл мен кішкене күнімнен не істедім? Өзім оқыдым, өзім жетілдім, өзім кәсіп таптым, өзім жүгірдім, өзім құлағымды емдеттім, үлкен оталарға түсіп. Барлығын өзім жасаған кезде қайттым. Бұл мінез маған қайтты. Қалыптасып қалды қыздар. Қалыптасып қалды. Бұны бұл жерде ата-ананы кінәлаудың қажеті жоқ. Ата-анамен ешқандай қатысысы жоқ. Менің өзіммен қатысым бар. Мен саған дәлелдеп беремін, мен Мүнира, сенің кім екеніңді көресің, Мүнираның қандай екеніңді. Не түсті дәлелдегенде? Түкте түскен жоқ. Бекер өзім ауырдым. Мәнісі жоқ екен. Сол үшін мына өзімізбен өзгертіп, өзімізді жеңіп алсақ, мына массажды да жақсы үйренесіздер. Неге десеңіздер, кеше мен массаж үйреніп жатырмын, ана сұрақ қой, мына сұрақ. Тәкаппар қыздар, тәкаппарланып бүйтіп тұрсыңдар. Өздеріңнің мына мұрындарыңның үшін өздерің көре алмай тұрсыңдар ғой. 9 күн су өтіп өте шығады. Мен сені танымаймын. Өйткені мен өзіммен алысып жүрген қатынмын. Өзіммен алысып, өзімнің уақытымды жеткізе алмай жүрмін. Мен ана жаңағы Сәкенді аңдимын. 6 секундтың ішінде Сәкенге қарасам, жолып алып бірден Қытайға алып кетіп қалады. Одан қайтадан алып келем ол мені. Одан бір уақыт отырсам, қайтадан жұлып алып шығып кетіп қалады. Қайтадан жұлып алып келем. Мен не ойлап отырмын, айналайын Мүнира деген сұрақты өзіме көп қоятын болдым қазір. Не ойлап отырсың ей? Сол ойың саған пайда бере ма деймін. Сөйтіп Қытайға кетіп қалған Сәкеннің ойын ойласам, Қытайда баяғыда бір жеген нүйріңмен деген тамағым бар, соны жеп отыр қояды ғой. Сәкен, бері қарай қайт, сен Қытайда отырған жоқсың, әзір берем тамақ, әне тұр айналайын тамақ. Көбінде тамақты ойлайды, тамақты. Сол үшін қарындарыңызды толтырып, тамақты бар деп айтыңыздар. Тамақ бар, тамақ бар. Енді қараңыздар, бұны айтып отырған себебі бүгін іштен мынандай тәкаппарлықтан бүйтіп оянып, бүйтіп отырған қатындар маған өйтіп қарамай-ақ қойыңдаршы, пожалуйста. Мен көріп отырмын. Өзіңмен өзің жұмыс жасашы, айналайын. Мені жеңе алмайсың. Өйткені мен өзімді өзім жеңе алмай алысып отырмын ғой, қыздар. Ойлашы, не қыласың мен алысып? Не істейсің? Не істейсің? 9 күн өтіп кетеді. Менің массажым мендей боламын десем, онда қайталасың боласың. Түк қиындығы жоқ. Құпиясы жоқ. Просто мен сияқты йога жаса. Мен сияқты массаж жасас, болды, солай ғана боласың. Болды, түк құпиясы жоқ. Бұны жасырудың ғана ештеңкесі жоқ. Жасырмаймын. Просто ана тәкаппарлығымды сындырып етіп, маған мейіріммен қарашы, мейіріммен. Бір-бірімізге мейіріммен қарайшы, қыздар. Қазір бәріміз мен сенен мықтымын деп бүйтіп қараймыз бәріміз бір-бірімізге. Мен сенен мықтымын деп. Бәріміз Алладан мықты емеспіз, бәріміз Алланың адамымыз. Ешкімнен ешкім мықты емес осы жерде отырған. Мен де сендерден мықты емеспін. Мен де сендер сияқты қарапайыммын. Просто массаж жасай бер, шебер болып алғам.
йога жасай беріп фигура нақтай қылып алған болды, сол ғана. Әйтпесе мен сенмен бірдеймін. Сенен ешқандай жерім жоқ артық. Сол үшін ана тәкаппарланып отырған қатындар, ана тәкаппар көздеріңді сындырып тастаңдар. Сындырып тастап, ойбай, Мөнира ханым деп төменге қарай түсіңдер, төмен түсіңдер. Біріміз жеңе алмаймыз. Бәріміз Алла тағаланың алдында бір қалай келдік, өмірге жалаңаш келдік па? Алла тағаланың алдында солай кетеміз. Ешкімнің байлығы қалмайды бұл жерде. Сенің байлығыңда балаңа да қалмайды. Жұғысты болмайды, әкенің байлығы балаға жұғысты болмайды, қыздар. Өтірік. Өз еңбек етіп, өз жинаған адам өзіне қалады. Ешкімнің байлығы ешкімге жұғысты емес. Мен бұны қыздар бұл әңгімені айтып жатқандағы себебі мына массаж үйреніп жатқанда уақыттарыңды ысырап қылмай, мына тәкаппарлықты сындырып алып, мен білмейді екем деп үйреніп алыңдар. Мен білмейді екем. Иә, Мөнира, мен білмейді екем деп үйреніп алыңдар, қиын жақсысы. Мен де көбінде мысалы мен Мақпал Қаратайға барғанда Мақпалдың айтып отырған сабақтарын мен білмейді ғой дейсің ба? Білемін ғой. Бірақ сонда да мен тәкаппарлығымды сындырып қайтып отырмын. Барып және де мен білмейтін нәрселер бар шығар деп бардым ғой. Әйтпесе Мақпал менен кішкене ғой, 43-те, мен 50-демін. Бұл жерде мен тәкаппарлығымды сындырып отырып бардым ғой менде де. Әйтпесе менде тодай абыройым бар қатынмын ғой. Массаж деген өзінше бүйтіп мына жерде. Қазақстан бойынша массаж Қоңыратты қатыны деген абыройым бар ғой, өзім жинап алған. Біреу берген жоқ, өзім жинап алған ғой абыройдың бәрі. Ол абыройымның бәрі ертең қалады менімен бірге. Сол үшін менің мына тәкаппарлығымды сындырып жатырмын. Әне жерге барып сындырамын, міне жерге барып сындырамын. Бұрын мен тікелей эфирдің алдында айғайлап сөйлейтін едім ғой, қыздар, білесіңдер ме? Маған қараңдар, ей қатындар, дөңкиіп деп. Ол Мөнира баяғыда кетіп қалды басқа жаққа. Келмейді ол. Анда-санда қонаққа кел қалуы мүмкін. Қонаққа келсе қазғарда. Келіп қалса қазғарда жал-жая бар. Сүрленген етім бар, сонымен асып тамақтандырып жейсің ба, тамақ жеген келдің ба, Мөнира деп тамағын беріп шығарып саламын. Ешқандай адам баласына айғайламаймын деп өзіме ант бердім. Ешқандай адам баласының кінәсін бетіне баспаймын деп ант бердім. Мұны артық салмақта ол әдейі менің тамағымды жеп семірген жоқ қой, мен неменеге өйтіп айтып жүрмін, нем бар ол дөңкисем, менің жұмысымды істеп дөңкиген жоқ қой. Нем бар, Мөнира қоя қой айналайын дедім. Қоя қой, ол өзі бір салмағын тастай алмай қиналып жүрген қатынды неге оны не қылып жүрсің деп. Өз ақылын түсіріп алайды деді. Міне менің де өзгеріп жатқан жақтарым көп, қыздар. Мен де тәкаппарлығымды қайтып жатыр екем, сындырып жатырмын, қыздар. Сол үшін бір-бірімізден мін іздемей, қарапайым болып, бірақ массажымыздың қалай шебері болсақ болды, Енді жандарым сол жазыңдар. Аяқ массажы. Қазір менің Инстаграм парақшамда ешкім мені жамандамайтын болып қапты. Бұрын Қытайдан келген қатын, ана қатын, мына қатын, сорлы қатын деп жазатын. Қазір ешкім жазбайтын болып қапты. Менің тәнімде біреудің жамандағанына үйреніп қапты. Ешкім де мені жамандамай әдемі өмір сүруге болады екен ғой, қыздар. Қандай жаманбыз, Сонда біз тәнімізді де жаман нәрсеге үйретіп тастаған екенбіз. Ешкім де жамандамайды екен ғой, сен өзің жақсы болсаң, Сонда бәленің бәрі қытате менде, Ал енді аяқ массаж, жандарым сол. Аяқ массажым бар ғой, түстен кейін сағат 4-тен кейін жасатыңыздар. Түстен кейін жасаймыз аяқ массажын. Аяқ массажын аяқтың алды, аяқтың арты 40 минут жасаймыз, 45 минут жасаймыз, 5 минут қосып отырамыз. 20-25 минут чөп дәріге шылаймыз. Массажын 40-45 минут жасаймыз, Тізеден төмен жасаймыз. 35 минут жасаймыз. 20 минут дәрі шөпке шылаймыз. Толықтан төмен жасаймыз. 25-30 минут жасап береміз. Дәрі шөпке 20 минут, 25 минут шылаймыз. Кім аяққа, кім рахымымызға, аяқымызға. Алла қаласа бар ғой, мына Қытайда бар ғой, кім жандарым сол мына ер адамдарда. Қытайда бар ғой, арнайы аяқ массажын жасайтын салондар бар. Тек қана аяқ массажын жасайтын. Пожалуйста, біз соны ашайықшы жүрді, мысалы. Ана кабинет бос. Менің жанымның қолынан келеді, ана Қытайдағы бүйтіп жататын көрсеткілерді мен сізге көрсетіп берейін. Содан бар ғой, ана кабинетіміз бос қой, соның ішін ремонттап жөндеп, сол жерге су кіргізіп, аяқтарын шөп дәріге шылап, тек қана аяғының массажын телевизор қосып қоямыз, телевизор көріп жатып, ыстық шай ішіп жатып, аяғына массаж жасататын. Содан кейін шалқасынан ұйықтап жатып, басына шампунмен массаж жасататын. Сондай нәрселер көп. Біз ана кабинетті солай жасап, мына қажетметтен ұл балалар оқып жатқан ұл балаларды сол жақ кабинетке қарай кіргізіп, не болмаса біз бар ғой, мына қай жерден ассақ болады, аяқ массажым бар ғой, мына пурайды, жан дұрыс айттым ба? Алыс жолға шығатын жігіттер бар ғой.
солар пураны кеп бір жерге кеп тоқтатып шаршайды ғой, 2000 километр, 3000 километр жол жүреді ғой. Аяқтары ұйып қалады, жауырындар, белдер. Тура сол пуралар кеп тоқтап дем алатын, сол жерден бір қажетметтің бір бөлімшесін ашып, мына ұл балалар барыңдар сол жерден. Ашайық бәріміз бір, жалғыз маған қарамаңыздаршы. Бәріміз ашайық, ашып, мына бір бөлімшесін ашамыз қажетметтің. Ол сіздер ашпай қойыңыздар. Қажетмет тоо арқылы ашсын, қажетметтің бөлімшесі болсын. Сіздер барлықтарыңыз бір мені анандай жүгіртпей-ақ өздеріңіз ат салысып, өздеріңіз сол жерден сондай тұрақты тоқтайтын, алыс жолдан келе жатқан пуралар тоқтайтын жерден бір аяқты шылап тұрып маса, міне қыздар, сондай массажға зәру қаншама шетелге пура айдап тауар тасып жатқан жігіттер бар қыздар. Біреу біздің ағамыз, біреу біздің бауырымыз ғой қыздар. Жігіттер. Ой, анау отырған кезде жауырындар деген кеше аят, менің байым сенің арқаңды үзіп берді ма? Күшті болды ма? Көзің жарқырап отырсың ғой, айналайын сілекейің ақ. Менің байыма қайта-қайта қарап қоясың ғой, бүгін саған жасамайды ол деп қойсам. Міне, көрдің ба, маған жасасын деп дайындап тұр. Жұлдыз қайта айтам, Жұлдыз, менің кошелегіме бір ақша аударып қоясың ау деймін. Менің мастерім чорты, мен ақша төлемей жатыр едім, кеп жатыр. Массаж деген қыздар. Қара, табанға массаж жасаймыз ба? Табан жүректен алыс жатыр ғой. Бірақ табанға жасалған массаж бірден жүрекке әсер береді. Бірден жүрекке. Біз адамзаттың жүрегіміздің қызметі жақсы болу керек. Жүрегімізді май баспау керек. Жүрегіміздің көзі жабылып қалмау керек. Жүрегіміздің соғуы жиілеп кетпеу керек. Бұлай әдемі соғып тұру керек. Тез емес. Баяғыда өзінің Алла тағалам жүректі қалай жаратқан болса, солай соғу керек. Алла тағалам бізді жүрегімізді кең қылып жаратты. Өз сияқты. Өйткені Алла тағалам бізді өз жаратты емес па қыздар? Бізді басқа біреу жаратқан жоқ. Алла тағалам кең ба? Кең. Мынандай екі көзді беріп қойған. Мынандай екі құлақты беріп қойған. Мына әлемді беріп қойған. Мына ауаны беріп қойған. Алланың құдіретін білем десең, екі мұрныңды жауып алып бір 20 минут отыршы көрейін қаракей. Алла құдіретті ма, осындай ауаны берген, саған неге беріп, тегін беріп отыр ғой қыздар. Сол үшін Алла тағала сияқты жүрегімізді бүйтіп ашамыз. Сонда мына жүректің қызметінің жақсы болуы үшін табанға массаж жасаймыз. Табанның астында жатыр, жүрекке әсер беретін нүкте. Содан кейін бүйрекке әсер беретін нүктеде қайда жатыр екен? Табанның астында жатыр. Содан кейін тәте, асқазан, ішек, ас қорыту жаңағы, бүйрек, бауыр, өкпе, мойын омыртқасы, ми, көз, құлақ, ауыз, мұрын, иіс, бәр 5 сезу мүшегі ішкі ағзалардың барлығына жауап береді. Табанның астындағы нүктелер, табанның астындағы массаж жасасаңыздар. Табанның астында жатыр. Сол үшін ана инсульт алған кісілерге, жаңағы жүкті әйелдерге, жаңағы аяғының варикозы жарылып кеткен ханшайымдар мен ханымдарға толықтан төмен массаж жасап бересіздер. Мына варикоз деп бізде нелер жарылып кеткен әйелдер көп қой. Соларға табанның астына жасап берсеңіздер болды. Бірақ аяқтың алды-артына жасамайсыздар ол кісілерге. Енді тәтешка, менің тәтем 70 жастағы тәтем келіп оқып отыр, кеше 60 жастағы тәтем келді. Ол тәтемді алып қалып, алысып жұмыс жасасам болар еді. Жасай алар едім. Бірақ менің көп энергиям кетіп баратын ол кісіге. Өйткені ол кісіні тұрғызу керек, отырғызу керек, әрекетін баяулау болған соң ол кісі енді қайтып онлайннан оқитын болды. Мына тәтеге мен ризамын. Ширақы екен. Содан тәтем, мен сіздің көзіңізде мен бір нәрсені байқап қойдым. Сіз осынша жасқа келсеңіз де біреуге міндетсінбейді екенсіз. Соныңызды көріп отырмын. Бұл ең үлкен қасиетіңіз. Жасыңыз қаншада? 70-те еді, тәте? 76? Ой, 76 ма? Ойбай, машалла қыздар. Тәтем молодец. Мен тәтенің 76-ға, мен 70-те ма деп отырмын. Тәтенің бар ғой, бір байқағаным, тәтенің өзінің өмір сүріп, осы 76 жасқа келгенге дейін, өзінің сүрген өмірін, өзі жауапкершілігі бар екені көрініп тұр. Содан кейін, ешқандай өмірге өкпесін көріп отырған жоқпын. Өкпенге қара қазан өкпесін көріп отырған жоқпын тәтен. Жеңіл отыр. Болды ғой, дұрыс қой, дұрыс қой. Біз жап-жас болып тұрып, өмірге өкпеміз қара қазан, Аллаға өкпеміз қара қазан. Құдай сақтасын. Құдай оның бетін арғысын, қыздар.
тәтеден өнеге алсақ болады, үйренсек болады. Осы тәтеге қарап та үйреніп алыңдар. Алла тағала бекерге жіберген жоқ бұл кісіні бізге. Жасай беріңіз тәте. Күшті аға бар, аға күшті болған сияқты ғой. Тәтені кешке жақын ана кабинетке барып сұраймын, аға күшті болған сияқты. Құпияларын сұрап аламын. Күшті. Енді қараңыздар. Енді аяқ массажын чөп дәріге чылап алып барып жасаңыздар. Құрақта жасамаңыздар, чөпке чылаймыз. Менде 5000 теңге тұратын чөп бар. 40 неше түрлі чөптің қосындысынан жасаңыз. Содан әрқайсың ретпен болса да бір-біреу алып алыңыздар да табандарыңызды шылаңыздар. Жаңағы табаннан өтіп кеткен ызғарды алады. Ызғардың бәрі табаннан өтеді. Қандай қымбат киім кимесеңіздер де аяқ киімнің қымбатын дейміз. Өйткені табан суықты бірден қабылдап алады. Содан кейін екінші қабылдап алатын жер мына кіндік. Кіндікті ашып жүрсек суықты тез қабылдап алады. Табан, кіндік, содан кейін маңдай. Осы үш жер суықты тез қабылдайды. Одан кейін адамның денесінде шлактардың ең көп жиналатын жері, қылтаға көп жиналады, содан кейін қолтыққа көп жиналады, одан кейін мына жерге көп жиналады. Үш жерге көп жиналады. Бұл нелер? Шлактар. Қылта, мына жер, қолтық. Осы үш жерге. Үш жерден тез су өтеді екен. Үш жерге шлак тез үйіліп жиналып алады екен. Енді аяқ массажы. Бетіңізге не жаққасыз, бетіңіз жылтырап тұр дейді. Кеше түнімен қоңыратым сүйіп шықты. Содан жылтырап тұр. Жаным сол Еджи компаниясының наборын жақтым. Көзім қызарып тұр, ұйқы қанбағаннан еш нәрсе етпейді. Енді қараңыздар. Аяқ массажын кімдерге жасамаймыз? Варикоз бар адамдарға жасамаңыздар. Содан кейін ортаншылық, тоқпақшылықтері бір машина шырғалаңынан сынып кетіп, гипске салып, гипстен шығарған болса, баспай, сылап, сипап, нүктелерді тәп басып жасаймыз. Варикоз бар адамға ғана жасамайды екенбіз. Жүкті әйелге жасамайды екенбіз. Етекір келіп жатқан әйелге жасамайды екенбіз. Ішіп алған адамдарға жасамаймыз. Бірақ жаңа сынған аяқтарға қалай жасайды екенбіз қыздар? Сылап, сипап, нүктелерді тәп басып жасаймыз. Қалған адамдарға қалай екен? Жасаймыз. Қай уақытта жасайды екенбіз қыздар? Молодец. Жарайсыңдар жандарым сол. Зейінімізді ашып отырған Аллаға сансыз шүкірлік болсын. Түстен кейін жасаймыз, сағат 5-тен кейін. Қыздар, ойлаңыздаршы, не үшін түстен кейін жасайтын бұл қалдық аяқ массажын? Ей жаным сол, өтте дұрыс айтты, ақылыңнан айналып кетейін. Не болды сонда? Күндіз бойы аяғымыз денемізді тік ұстап тұрады, салмағымызды бірақ. Сонымен кешке жақын Аллаға рахмет айтып, аяғымызға рахмет айтып, аяғымызды жылы суға салып, дәрі шөпке салып, уқалап массаж жасайды екенбіз. Содан кейін қайтеміз, жатамыз. Қараңыздар қыздар, аяқ массажын жатардан 1 сағат бұрын жасаңыздар. Егер жатарда жасайтын болсаңыздар, жатар кезде нүктені баспай қойыңыздар, өйткені ұйқыларыңыз шайдай ашылып кетеді. Енді жатар кезде жарты сағат бұрын дәрі шөпке шыласаңыздар жақсы. Енді қараңыздар, дәрі шөпке қай кезде шылаймыз деген кезде, дәрі шөпке егерде клиенттеріңіз келеді, аяққа массаж алғысы келіп тұрған болса, аяққа бұлай ғой кеше мысалы арқа массажын 2 мезгіл жасаймыз дедім. Күз мезгілі мен көктем мезгілі дедім. Қалған уақытта өзінің ақшасына қарай келіп тұрса болады деп айттым. Аптасына 3 рет йога жасау керек, аптасына 3 рет жаттығуға бару керек. Міне, егерде йога жасамай, жаттығу жасамайтын болса, аптасына міндетті түрде массажға келіп тұру керек арқаға дедім. Енді аяққа келетін болсақ, аяқтың массажын күнде жасау керек. Күнде, түстен кейін күнде. Тобықтан төменге қарай қанша минут? 20 минут. 15 жатар кезде болса қалай? Аяғымыз қалың емес, жұқа, нәзік аяқтар болса 15 минут. Қалыңдау аяқтар болса 20-25 минут. Қара қыздар, мен кеше сіздерге айттым. Сезімтал боламыз, сезімталдығымызды іске қосамыз. Сезімталдығымызды іске қоссақ, біз ана клиентке неше минут массаж керек екенін өзіміз қайтеміз? Сезе қоямыз. Міне жерде 25 минут жаса, 30 минут жаса деген шектеулермен шектеліп қалмаңыздар. Сезімдеріңізді оятып, қайтеміз? Жасай береміз. Босты
көңіл бөлетін, ең көңіл бөлетін нәрсе жаңағы нүктені басқан кезде бірден қатты басып, одан кейін салмақты ауыр түсіріп, ауыртып алмасаңдар болды екен. Екіншісінен бір күнде 2 рет нүкте баспасаңыздар болды екен. Қалғаны қалай екен? Өзіңіздің әлеміңізбенен, өзіңіздің сезіміңізбенен, өзіңіздің қасиетіңізбенен, өзіңіздің махаббатыңызбен қайтеді екенсіз, жасай бересіз. Қандай күшті, иә? Міне аяқтың массажын білдік, иә? Енді қараңыздар, аяқтың массажы. Қара, аяқта мынандай аурулар бар. Көп адам айтады, мысалы, тәтелер, жасы келген кісілер. Варикоз. Менде варикоз бар дейді. Қыздар, варикоз неден пайда болады? Варикоз қозғалыс жасамағаннан пайда болады. Бізде мына аяғымызда, мынау санымыз, мынау балтырымыз, мынау бұлшық ет, иә? Мына екі қозғалыс жасамай көп отыра береді адамдар. Сонда мына бұлшық еттердің арасында не бар? Қан тамырлар бар. Мына қан тамырлардан қан жүрмейді, сен отыра бергенден кейін. Содан кейін адам қозғалыс жасамай отыра бергендіктен қан тамырлар қайтеді? Қатай қалады. Қан тамырлар қайтеді? Жіңішкеріп кетеді. Бұлшық ет қайтеді? Тамақпен қамтамасыз етілмей қалады. Бұлшық ет содан кейін қайтеді? Семеді. Содан кейін барып мына тізе деген мынау топса ғой, есік қой мынау, есік. Есікті ашып жауа берсек, арасында анда май тамызды қоймасақ, есік қайтеді. Сол сияқты мынаны есік деп елестесеңіз болды. Сонда мына екеуі семіп қалды, қызмет жоқ, мынада не жоқ? Сонымен мына жердегі сұйықтық қайтеді? Істен шығып кетеді. Содан кейін мынау екі сұйық, арадағы сұйықтық жоғалып кеткеннен кейін екі сұйық қайтеді? Бір-біріне қажалады. Мына екі сұйық қажалғанда көзімді көрсетеді. Көзімнің отын жарқылдатады. Енді медицинада дамып қазір гель пайда болды. Гелді қайтеді? Ұрып береді ішіне, салып береді. Ол гель қалай? Уақытша. Уақыты жойылғаннан кейін қайтеді? Және де ұрады. Әйелдердің ернімізге құйып алған ботоксымыз сияқты томпиып тұр. Сол сияқты нәрсе ол. Бірақ ол уақытша нәрсе. Егер де сен өзіңнің аяулы денеңді, сүйікті денеңді, Алла тағалам қорлама, осының қызығын көр айналайын деп жіберген денеңді біреуге қорлатып отырған болсаң, жазасын аласың. Қара қыздар, енді сол сұйықтықты жоғалып кеткеннен кейін, жойылып кеткеннен кейін қайтадан пайда бола ма деген сұрақ туындайды. Болады. Жазып алыңыздар, болады. 100% болады. Егер сен қырсығып маған дәлелдеп берші Мүнира десең, дәлелде Мүнира маған, көрсет соны маған десең, мен уақытым жоқ екен саған дәлелдеп отыратынға. Менің өзіммен өзім алысатын шаруаларым жетеді. Өзімнің мінезіммен өзім алысып жүрмін. Дәлел іздемейміз. Өмірде дәлел жоқ дектер, дәлел іздемеймін. Ешкімнің алдында, екінші байға тиіп жатырмын ба, тимей жатырмын ба, сенің алдыңда ақталмаймын. Мен Алла тағаламның алдында барып ақталамын. Пенделердің алдында ақталмаймын. Алланың алдына барып ақталамын. Алла тағалам мен істедім мынаны, міне, осылай болды деп Алланың алдына барып ақталамын. Ешқандай пенденің алдында бастарыңды төмен түсіріп, ақталмаңдар, дәлелдемеңдер, дәлел іздемеңдер. Уақыттарың өтіп кетеді. Сен дәлелдеп, қай күні маған дәлелдеп Мүнира отырады дегенде, Мүнира Германияда отырады, шай ішіп. Ал, тәтелер, енді не істейміз? Мына сұйықтық азайып кетті. Мүлдем жоқ болып кетті енді. Үлкен кісілерді шодыр айтып алды тізесін. Әптен астындырып шодыр айтып алды. Алладан сұрағандығым етті. Мен жаса деген жаттығулар бар. Сол жаттығуларды жаса. Ханшайымдар, ханымдар, тәтелердің пенсиясына жабыспаңдар. Пенсияларын алып кеп массажға келсін. Жаңағы дәршөпті алып аяғын шыласын. Мүлдем ем жасамай, мінез көрсетіп үйде отырғанын отырып, өлімді күткеннен шара болмайды түсіңіздер. Әрекет жасаймыз, дәршөпке сала бер, мына табаннан ыстықты өткізе бер, мына бұлшық еттерді қозғалта бер, жаңағы витаминдерді қазғарта жалжаяны қымыз шұбат іше бер, коктейль іше бер, жаңағы дәрумендер күнделікті қайтеді, ақын көбейіп, істемей ма бүйтіп ұстап алды аяғыңды бүйтіп сылқи бер. Біздің қазақтарда бірден пайда болу керек, бірден жоқ, ондай нәрсе жоқ өмірде. Ақырын жасай бер бүйтіп, ой Мүнира болады деген, мен көрсетем Мүнираға, көрем ғой соғатынға көрсетем деп жасай бер.
Ал біз жастар не істейміз? Біздің тіземіз ауырмайтын жастар не істейміз? Йога жасап қазір сол тәтелердің қателескен жолын баспаймыз. Енді қараңыздар, тізесі ауыратын адамдарда былай болады. Жүріп келе жатқан кезде аяғын аяқ астынан қылт ете түседі. Бар ма сондай? От бітті, сұйықтық азайып жатыр деген сөз. Тізеде кінәрат бар деген сөз. Енді оны өкілге де салмай, дәріге де салмай, шөп дәріге салып нүктелер дәрімен сабақ барысында зусәнли, шөқайшы деген нүктелерді көрсетемін. Сол нүктелерді күніне 30 рет ұрып, бұлшықеттерге йога жасап, сіңірлерді созып, коктейль дегенді ішіп, күніне бір тал алма жеп, сүт ішіп, өсек айтпай, қара өсек көп айта беріп, көп ренжи берсең, өзіңнің денеңдегі элементтер де жойылып кетеді. Көп ренжи берсек. Жеген тамағымыз бойымызға сіңбей қалады, көп ренжитін қатындардың. Ешкімге ренжімейміз. Міне осы кезде тізелерімізде, енді ана асқып кеткен апалардың да шыңдап отырып, мен қайсым деді. Қытайдың 105-ге келген кемпірлері жүгіріп жүр екен ғой. Тура сол сияқты кемпір боламын. Я Алла тағалам, менің қателескен күнәларымды кешіре көр деді. Маған тіземнің оңшалуына күш бере көр деп Алладан тілеп, орныңыздан түрегеліп, әрекет жасасаңыз қайтадан қалпына келе ме екен? Келеді тәтелер, келеді, бәрі келеді. Келмейтін нәрсе жоқ. Енді мынандай болады бізде, мынандай болады. Адамдар біз қазір барлығымыздың ешқайсымыздың іш жеріміз ауырмайды, әдемі жүрміз ғой, әдемі жүрміз, Құдайға шүкір. Бірақ біз қалтамыздан ақша шығарып, Алла үшін ақша қажаламайды екенбіз. Сол үшін Алла тағалам, сол ақшаны қажалап тұру үшін бізге осындай әдемі сынақтар жіберіп қояды екен. Сол үшін деніміз сау болып тұрған кезде де Алла ризалық үшін деп бір қайта бір мына мен сияқты бай қатындар бір қой сойып қою керек екен. Жанна екеумізге бір қой сойып қою керек. Ол қойды соямыз да, оны бөліп, екеуміз өзіміз жемейміз оны жан. Таратамыз, өзіміз жейміз деп. Құдайға шүкір, екеуміздің аузымызды өзгелер толтырып жатыр. Қазақтан. Міне, осы кезде біз Алла тағалам біздің денімізді сау қылғаның үшін. Алла тағалам мына жарық дүниені күнде көрсеткенің үшін. Алла тағалам мына екі аяғымды тік тұрғызғаның үшін деп бір қой соймасаң да мына аузыңменен жылы бір ауыз сөзіңді айт. Жылы сөзіңді. Мә тәте, қандай күшті. Алла қандай керемет сізді сұлу қылып жаратқан. Күшті жасап жатырсыз ғой. Міне бір-бірімізге қалай демеу беру, жылы сөз сөйлеу. Содан біздің денсаулығымыз қалай екен? Ауырмайды. Біз қазақтар денсаулықты қорғау өзіміздің қолымызда, қарапайым екен. Біз қазақтар бір-бірімізді мақтай алмаймыз ғой. Мақтағымыз келмейді. Ішіміз тарылып тұрады. Мақтай берсең, Алла қандай құдіретті көзіңді ботау көз қылып жаратқан. Алла қандай шебер, аяғыңды боқтау қылып жаратқан. Қандай әдемі сөздер, қыздар, әдемі ме? Алла тағалам қандай сізге сәулесін төккен, нығметін берген, байлық дегенді үйіп төгіп берген деп міне. Ой, қандай керемет қыздар. Қуанасыңдар ма сондай сөз сөйлесеңдер? Қуанамыз, бәріміз. Аллаға шүкір, осылай жұмыс жасаймыз, Құдай қаласа. Міне қажетметтің көлемдерін кеңейтеміз. Қажетметтің бөлімшелері көбейсін. Ақтаудан қыздар шығыңдар. Мүнира ханым, Ақтаудан міне біз Ақтаудан оқып шыққан 10 қаншайым шықсын. Ақтаудан міне орын тауып қойдық міне Мүнира ханым. Ремонты бар міне ханым. Мүнира ханым, біз Ақтаудан міне Ұшқын 4-те оқығанбыз, Өрлеу 5-те оқығанбыз, Дамуда оқығанбыз деп. Пожалуйста, бәрін шығыңдаршы. Неге мен ашып бермеске? Қолыма тіркей салам, сендер жұмыс жасай бересіңдер ғой. Қандай жақсы қыздар. Құдайым-ау, қандай жақсы қыздар. Ешкімге барып жотаң демейміз ғой. Солай жасайық па қыздар? Жасайық, жасайық. Тәтем бізге қарап басшы болып отырсын. Жанымсың. Түріңнен айналып кетейін. Аға, бекерге ғашық болмаған ғой. Ағаны әкеп көрсетіп қоямыз ғой дейміз. Керемет. Болды осы. Басқа сұрақ жоқ па? Аяқта жоқ, бүгін деген енді туалетке жүресіздер қыздар. Табанның асты басылған кезде бір ғана ішектегі бір ғой шлактар шыққанда бар ғой енді. Сұмдық шығады енді. 30 жыл, 40 жыл маған бар ғой. Бір жет үлкен дәретке отыра алмаған қатын, ылғида дәрі ішіп дәрімен отырады екен. Сол қатын кеп массажға келген кезде, массаж оқуына келген кезде бар ғой. Бір жет отырмаған үлкен дәретін шығарды ғой. Ой, сұмдық қыздар. Бір жеті емес. Бір күн үлкен дәретке отырмау деген өте зиян. Өте зиян.
Біздің үлкен дәретіміз күнде таңертең орныңнан тұра салған кезде шығу керек. Содан кейін үлкен дәрет шыққан кезде бүгін үлкен дәреттеріңіз шығады, там сасық болып шығады. Өйткені біз табанға массаж жасаған кезде, нүктелерді басқан кезде, ішек қозғалған кезде, ішек бар ғой, көп адамның ішегі жұмыс жасамайды қазір. Тұр. Сол үшін іш қайда алдыға қарай шығып. Бүгін ананы босатамыз. Сол кезде тым сасығы шықса, үлкен дәреттен тым сасығы шықса, ол ішегіңнің қызметі дұрыс емес деген сөз. Кіші дәреттен де сап-сары болып, иісі тым сасып болса, ол да дұрыс емес, қыздар. Үлкен дәреттен қан аралас шығатын болса, қараңыздар, таңертең өз денсаулықтарыңызды өздеріңіз тексеріп алыңыздар. Қан аралас шығатын болса, ол геморрой болуы мүмкін, или болмаса тоқ ішектен мәселе болады. Геморрой болсаң, геморройыңды да емдетіп ал. Оны да немқұрайлы қарауға болмайды. Әсіресе ер адамдардың геморройы, ер адамдар немқұрайлы жүреді. Немқұрайлы жүрмейміз. Одан кейін үлкен дәретте мынандай қоймалжың, маңқа сияқты нәрсе араласып жүрсе, ол да ауруға жатады. Ол да ішектердің қызметінде. Енді қараңыздар. Бәрін айттым ғой, енді біз былай істейміз. Мен осыны айтсам, біз бәріміз неге блокқа түсіп қалмайық. Блокқа түсіп қаламыз. Ертең туалетке отырды, үлкен дәретті Мүнир айтты, қан араласты десе, тоқ ішекте ауру бар деп айтты деп, бір күні қызылша жеп алып, ертесі күні үлкен дәретке қарап қорқып жүрмін. Кешегі қызылшаңды ұтқан дәрдің туалетке қарап сөйтіп көшіп жүрмеңдер. Сөйтіп бірден, ойбай, менің ішегімде жаман нәрсе бар екен ғой деп, бірден блокқа түсіп қалып, қорыққанға қос көрінеді дейді. Больницаға барасың, әбден ота жасап, отаменен ақша тауып отырған врачтарға тысқасаң не боласың? Тіпті де блок болып қаласың. Блоктың үстіне блок, блоктың үстіне блок, содан кіресің да, содан кейін қызылша жеп, үлкен дәретіңді қызыл болған қатын, ішегіңнен өзің ауруды пайда етесің. Қандай қыздар, қандай өзің пайда етесің. Неге қалай пайда етем? Адамның денесінде рак клетка өмір сүреді. Рак клетка. Бірақ ол клетка қозбайды. Просто өзіміздің ішімізде қонақ болып жүр. Мүнираның ішінде. Қай күні Мүнира қай жерден маған төсек жасап береді, сол жерге барып ұйықтаймын деп. Оздеп жүрмейді. Бір күні Мүнира арыстандай болып, деп айғайлағанда, ойбай, Мүнираның жатыры еле болса, өңешіне барып төсек салып сол жерден жайғасайын дейді ол. Қайда жатыр? Сонда сіз қатты қорқып кеткен кезде, клеткалар оянып кеткен кезде, сен қызылшадан жеп, қызыл қылған ол үлкен дәретіңді неге айландырып жібересің? Жаман нәрсеге айландырып жібересің. Өйткені қорыққан кезде бәрі өтпейді. Сол үшін бір өмірімді, бір жанымды Алладан басқа ешкімге тапсырмаймын деңдер. Алла өз қуатын берді. Жеме деген нәрсесін жемеймін. Барма деген жеріне бармаймын. Қарама деген нәрсесіне қарамаймын. Алла тағала менің денсаулығымды күшті қылып қойды деп, ғылымды да, дінді де барлығын тең алып жүреміз. Дінге де бірақ кіріп кетіп, өзге дінді алып кетпейміз. Дінді де білеміз, Алланың бар екенін мойындаймыз, сезінеміз. Ғылымға да сенеміз. Бірақ ғылымға да сенем деп жағындай блокқа түсіп қалмаймыз. Тепе-тең. Мына жаққа қарап жүреміз дейді. Көбінесе өзіміздің ойымызбен, өзімізді басқарумен жүреміз. Бірақ өздеріңізді бар ғой, басқарам деп ноқталап тастамаңдар. Ренжіп қалады. Просто кеңпейілдікпен қара, қате жер болса қалай? Бұрынғы Мүнираға қайтеді екен. Жейін қарай салдым, болды, іште кетпейді. О жерден де зиян тартқан жоқсыздар. Просто менің зияным өзімнің денсаулығыма зиян болды. Сіздерге емес, маған. Қалғанның бәрі қайда? Пойдет. Түсіндірдім ғой деймін. Енді сабаққа бастаймыз ба? Қарашы, аяқтарың оқтаудай. Аяқтарыңда жүндерің жоқ. Мен айттым ғой сіздерге, келетін кезде аяқтарының жүндерін, өкшелерін тазалап кел деп айттым, Аяқтарыңыздың жүні жоқ, аяқтарыңызда, аяқтың айтпашы, мен аяқтың бақайларын қысса кетуін айтып берейін, Бақайларын қысса кетуін. Тізені айттым ғой, аяқтағы проблема тізе болды. Тізенің мәселесін шештік па? Шештік. Орнына келе ма? Келеді. Енді мына бас бақайдың бүйтіп сыртқа қарай шығып кетуі бүйтіп. Сол сіздің аяғыңыз қорқып содан айтып отырмын.
Жақсы нәрсені көрмей, жаман нәрсені көре қойдың Мунира жаным. Жақсы, еще. Сабағыма пайдалы болды. Айтылмай қалшы. Қарап Бақайдың аяғы мына шығып кету деп ол мына жас кезде биік өкшені көп кигенден болады. Солай болды ма деді? Биік өкшені аяқтап көп кигенде мынау қайтеді? Мынай тайып шығып кетеді. Біріншісі сол ма? Екіншісі мына Бақайлардың буындарының қозғалысы дұрыс емес. Буындардың арасын. Негізі біз буындарымыздың арасын қайту керекпіз. Қозғалтып тұруымыз керекпіз, буындарды. Буындар қатып қалмау керек. Буындарда сұйықтықтар аз әкетпеу керек. Сол аз әкеткен кезде сыртқа қарай шығып кетеді деп. Біріншісі солай биік өкше кигеннен болды. Екіншісі жаңа қозғалыс жасамағаннан болды. Үшіншісі көп ренжуден болады. Қатты ренжуден. Бірақ қатты ренжіген кезде бір адамда бар ғой. Негізі бізге бар ғой адамзатқа 10 минуттан артық ренжімеу керек. Мәссаған 10 минуттың қайда жылдар бойы ренжідік қой. Жылдар бойы. Қазекемнің денсаулығын Алла тағалам күшті қойған. Асқазанымыз анау сағат 10-да ет жинап тартып билейміз. Қытайлар бар ғой, біз сияқты анандай 10-да ет жеп, 10-да билеп, анандай жылдар бойы өкпе артып жүретін болса, олар баяғыда құрып кетуші еді. Тұқымы қалмай қалушы еді олардың. Біз деген түнделетіп, той тойлап жүрміз, биік өкшемізді киіп алып жүрміз, өкпелеріміз 40-50 жыл арқалап алып жүрміз. Соның өзінде де Құдайға шүкір жансанымыз көбейіп жатыр. Құдайға тәубе. Ойласаң қорқасың. Қытайлар бар ғой, түннің бір бағында тамақ жеп, серпілдеп билемейді, асқазанға зиян екенін біледі. Олар бар ғой, біз сияқты жылдар бойы тәкенге де, мәкенге де, сәкенге де, пекенге де ренжімейді олар. Біледі оның жаман екенін. Өздері ғана өмір сүріп, өздері ғана ішіп, өздері ғана жүреді өзі. Біз сияқты той тойлап жырылмайды олар. Сол себептен ғой ұзақ өмір сүріп жатқандар. Мен айтып отырмын ғой, біз сияқты тұқымы қалмайды бізге. Құдайға тәуба, мықты екенбіз. Мықты болып тұрмыз ғой, мықты. Алла тағаламның назары түсіп тұрған адамдар болып тұрмыз ғой, Құдайға шүкір. Осы шүкірлігімізбен алға жүре берейік, массажымызды жасай берейік. Бір жөні болады, қыздар, бір жөні болады. Жерде қалмаймыз. Құдайға шүкір. Тәуба, кеттік па? Ондай болса, мынауымызды сақтап қойып, енді аяққа теориясына көшейік. Пікірлеріңіз болса, оқуға бірінші кеше оқуға жазылып, екі қыз келе алмай қалдыңдар, оны 1 ноябрьге келіп оқып алыңыздар. Содан кейін 1 ноябрьге тіркеліп оқып алыңыздар. Оқып алыңдар массажды. Жандарым, ал енді ондай болса, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алланың назары әрдайым бізге түсе берсін.